Енді мысалы, кеше мен бір таңғажайып ақпаратты көрдім. Ақпаратты көрдім де оны YouTube арнамызға бөлісіп салып қойдым. Ол қазақ киносында аты бар атақты Ерлан Төлеутай деген кісі. Бұл кісі жай ғана киногер, артист қана емес. Бұл кісі әлеуметтік желіде өзінің айтар ойыменен, тәуелсіз көзқарасымен ақ менің құрметіме ие адам. Бірақ өмірімде көрген, сөйлескен, сұхбаттасқан адам емес, тіпті желінің өзінде сөйлеспейміз. Бірақ бұл кісі кеше мынандай ақпарат жариялапты. Мылтық кезенілген күн еді дейді. 2024 жылдың 2 қарашасы қазақ киносының зұлымдық кешкен қорлық күні болып тарихта қалмақ. Біз сол күні қазақ фильмдегі шегіне жеткен ауыр ахуал жайында ел президентіне үндеу жасауға барған едік. Әуелде бұл жиын кино студияның павильонда өтеді деп келісілген болатын. Алайда бізді мұздай қаруланған автоматшы жасақтар қарсы алды. Олар іште, біз сыртта. Кіремін десең атудан тайынбайтын түрлері бар. Сұсты, түксүйген түрлері осыны аңғартады. Тауымыз шағылып кейін серпілгенде кино студияның алаң қайында тұрған, ішінде бір түрлі адамдар отырған түсініксіз көліктерді байқадық. Өзіміздің қоршауда қалғанымызды сезіп тұрмыз. Дегенмен бір-бірімізге жігер беріп, үндеуімізді бастап кеттік. Үндеу жолданды. Келген журналистердің қойған сауалдарына жауап бердік те, көп тұрмай тарап кеттік. Басқа бөтен ой бізде болған жоқ дейді. Мына қазақ фильм студиясында бір көккөз шегір билеп ап, ақшаны жымқырды дейді ма, қымқырды дейді ма, сөйтіп бұл көп кішкентай бір қазақ фильм дейтін мекемеде ішкі жақта бір тартыс болды. Бірақ Қазақстан ұлттық арнасы, қазақ фильм, бұл қазақтың тікеден-тіке осы әдебиетіне, мәдениетіне, өнеріне, ұлттық болмысына, ұстанымына қатысты екі маңызды мекеме. Мысалы, Қазақстан ұлттық арнасын Мәскеуден келген бір жуан орыс қатын басқарғаны ол өтірік емес. Бүкіл миллиондаған, триллиондаған қаражатты сол қатын меңгергені жасырын емес. Артынан бір қазақ қатын келеді. Сосын мәдениет тану бағдарламасына 100 миллион, ана тану бағдарламасына 100 миллион бөлінеді. Ал бүкіл тендерді осы бағдарламалар жүргізу мүмкіндігі бар өнер адамдар жүргізе ала ма? Жоқ. Сол қатынның подружкасы, досы алады. Ол оның баласы камераның, өнердің, жаңағы видеоның, монтаждың не екенін қақпайтын біреу алады. Ол алады да, сосын оның 99% тендердің ақшасын жеп алып, бір тиын тебенге көшеде қаңғып жүрген кез келген көгетіктіге мәсе мынандай сұхбат жасады өткіз дейді. Сосын ол қайтеді, барады да кез келген бір есекбас әншіні шақырып, сіз палауды жақсы көресіз бе, мантыны жақсы көресіз бе, сіз осы әнді айтқанда көңіл күйіңіз қалай еді деген өтірік сұхбат алып, сосын халыққа соны береді. Ал жоғарыдан бөлінген қаражаттың бәрі жаңа телеарнаның басшысы, оның досы бәрі қымқырлады. Сонымен қазақ телеарнасында өңкей ыртың, жыртың әнші, саясатты да әнші талқылайды, тамақты да әнші жасайды, қоғамдық әлеуметтік мәселені әнші айтады, жаңағы отбасылық тақырыпты да әнші айтады. Ең керек десең әнші математиканы да әнші талқылап отыр, физиканы да әнші талқылап отыр. Бүкіл Қазақстанның ұлттық арнасы мына шетелдердегі арналардағы жаңағы шоу концертке арналған арналардан еш айырмасы жоқ. Мен оны білемін. Бұл Қазақстан ұлттық арнасы, оны да Тоқтар Жақаш 2010 жылы жаңағы виза дауын күнде менімен одақтасқан адам, 2009 жылы. Одан кейінгі қазақтарға, жаңағы келген қазақтарға, шеттенген қазақтарға тіркеу бермей қаңғытып жіберетін тақырыпты, азаматтық бермей қаңғытып жіберетін тақырыпты көтердік 13 жылы. О кезде де одақтастық мысалы. Енді қараңыздар. Қазақ фильмдегі мына оқиға, жарайды, қазақ фильмді кім басқарды, кім қымқырды, кім жеді, мен білмейтін шығармын. Бірақ өзінің ойын, өзінің көзқарасын айтамын деген жұртқа танымал Ерлан Төлеутай және оның айналасындағы осы өздерінің бір ұқсамаған, кім саясиланбаған әуел десең, бұл кісілер саясаткер де емес. Көзқарасын айтамыз деді. Бұл адамдардың ортасындағы қалыпты құбылыс па? Құбылыс. Мына мекеме дұрыс болмай жатыр, бұның басқару дұрыс емес деп айтуға әркім құқылы ма? Құқылы. Бірақ соны мұздай қаруланған
жасақпенен күтіп алу, ішкі жақта мұздай қаруланған әскермен күтіп алу, құрттай бір қазақ фильм студиясының іші сыртын қарулы күзетпен ұстау. Бұл нені білдіреді? Бұл Тоқаевтық режимнің әбден дірілдеп, қалшылдап, жаны тұмсығының үшіне келіп, бүгін өлем бе, қазір өлем бе деп шошып отырғанын білдіреді. Үрей ішінде тұр. Айналдырған 5-6 артист қазақ фильмнің басшылығына наразы болып, өздерінің осы бір мекемені, қазақ мәдениетінің бір қара шаңырағы болған осы мекеннен қалай оң бағытта дамытамыз деген ұқсамаған ойын айтса, дүние төңкеріліп кете ме екен? Алмат астан кестең бола ма екен? Неге адамдардың ашық ойынан, саяси сауаттылығынан, белсенділігінен қорқады? Тоқаев шошып отыр.